Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 24-ші күні ауызашарға тефтели дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі тез жасалу жолын осы видеодан көре аласыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен осы тефтелиімізді дайындап аламыз. Фарштың үстіне ұсақтап туралған сарымсағымызды, күрішімізді, дәміне қарай тұз бұрышымызды, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап бәрін біріктіріп, араластырып мұжимыз. Осылайша тефтелиімізді жасап дайындап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға сарымсағымызды қуырып, оның үстіне кубиктап туралған сәбізімізді қосамыз. Оны да жақсылап қуырамыз. Қуырылғаннан кейін картопты кубиктап турап үстіне қосамыз. Дәміне қарай тұзын бұрышын қосып, оны да қуырамыз бірге бәрін. Және де кішкене томат пастасын қосып жібердім, қызартып үшін сорпасын. Мінекей бәрі қуырылды. Енді үстіне суымызды құямыз. Суы қайнағаннан кейін вермишель қосамыз. Вермишелімізді осылайша бәрін араластырып, тұзын, дәмін бәрін көреміз. Бәрі жеткілікті болса, оның үстіне тефтелиімізді дүзіп шығамыз. Бетін жауып, 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей уже тефтели дайын болды. Осылайша тефтелиімізді күлше нанмен ұсынатын боламыз. Күлше нанның да жасалу жолы менің каналымда көрсетілген. Менің каналымда өте қарапайым әрі тез дайындалатын рецепттер көп. Мені жоғалтып алмау үшін сіздер менің каналыма тіркеліп, тіркелу кнопкасының жанындағы қоңырауша белгісіне басуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер менің бірінші шыққан видеомды сіздер бірінші болып көре алатын боласыздар. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.